Белгілі әнші, Асыл тобының мүшесі Ақерке Бүркітбай Айнұр Ілиясоваға берген сұхбатында тәжірибенің жоқтығынан жүктілік кезінде қандай қателік жасағанын айтты. Қазір мені жүкті қыз-келіншектер көріп отырған шығар. Менде бір жағдай болды. Мен босанатын сәтке қатты дайындалдым, бірақ одан кейінгіге мен дайын болмадым. Бұл тәжірибенің жоқтығынан болған менің қателігім. Сол кезде мен үшін босанып алсам, бәрі аяқталатындай көрінді. Негізі ол тек бастамасы еді. Бірақ бұл нәрсені қанша жерден біреу ескертіп айтқанымен өз басыңа түсінбейсің. Кейін өзіме неге осы сәтке дайындалмадым деп сұрақ қойдым. Негізі біз баланы емес, бала бізді тәрбиелейді. Шыдамдылықты, төзімділікті, сабырлықты үйретеді. Мысалы, мен күнде жаңа нәрсе үйренемін. Алғашқы 1-3 айында іші ауырады, одан кейін тісі шығады. Бір күнім екіншісіне ұқсамайды. Қазір балам 4 айға толғанда мен бәрі бір бұған дайын болмас едім деген ойға келдім. Қаншалықты мен әр күнімді жоспарлағаныммен оған дайын болу мүмкін емес екен дейді Ақерке Бүркітбай.